Ағымдағы жылдың 23-26 наурыз күндері аралығында Сырым ауданында ашық әкімдік шарасы өткізілді. Аудан әкімі және орынбасарлары барлық ауылдық округте болып тұрғындарды қабылдады. Толығырақ тілші әңгімесінде. Шараның бірінші күні Сырым ауданының әкімі Бұлдырты, Жосалы және Көгөріс ауылдарында болып, жалпы саны 70-тен астам тұрғындарды жеке мәселелер бойынша қабылдады. Тұрғындар билік басындағыларға негізінен жалпы үлгідегі атаулы әлеуметтік жәрдемақыны алу жолдары жайлы кеңес сұрап, тұрғын үймен қамтылу және жұмыссыздық мәселелер жөнінде жолыққан. Өлең суынан су көтеміз. Осы жағдайын осы енді басшыларға жаңа мен айттым. Бұл жағдайын осы тек өлеңдің суын өзінің тиіс жеріне келсе, соған осылар кәдімгі қамқорлық жасап, ештеңе кедергісіз сөздің тиісті орындарына енді Алланың беруі де біледі ғой. Дей тұрғанмен осыған бір құлақ салса дейміз. Енді келіп атқан азаматтарға көп-көп рахмет. 4 күннің ішінде аудан әкімдігінің өкілдері бірнеше топқа бөлініп, 32 елді мекеннің тұрғындарымен жүздесті. Олардың арасында қариялар да, жас буын өкілдері де бар. Әсіресе ауыл жастары елбасы жариялаған жастар жылы аясында алға қойған мақсаттары мен жоспарларын айтып, ұсыныстарын білдірді. Мысалға, биылғы жылы Сырымдық жастар үшін 500 теңгеден 34 грант бөлініп, әр салада іске асыру жоспарда. Әрине халықтың негізінен келіп атқандары әлеуметтік көмек жөнінде жаңа түсініспейтін мәселелер болатын болса, сол жерде түсіндіріп, есептерін шығарып, кімге қанша қаржылық керек екенін, қандай құжаттар жинау керек екенін сол жерде. Екінші, жұмыс жөнінде, тұрғын үй мәселесі жөнінде, көпбалалы аналарға қандай көмектер бар, осы бағытта халықтың арасында түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Аудан басшысы қабылдаудан соң көп балалы жанұялардың шаңырақтарына да бас сұғып, жағдайларымен танысты. Сырым ауданы әкімдігі жалпы бөлімінің басшысы Берік Жанбосыновтың айтуынша, жалпы саны 154 тұрғын ашық әкімдік шарасының қабылдауына келген. Лоқпан елу Дәурен Қажиахметов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы, Сырым ауданынан.